Қазір Қазақстан Республикасы парламенті сенатында вейптерге салынған тыйымға қарсы диверсия дайындалып жатыр. Бұл туралы Қазақстанның темекіге қарсы басты күрескері Жәмила Садықова өзінің әлеуметтік желілерінде хабарлады. Депутаттар вейптерді шығарып, сатуға тыйым салды. Десек те заң әзірге күшіне енген жоқ. Сол себепті темекі шығарушы компаниялар заңның қабылдануына кедергі келтіруді көздеп отыр. Вейп сатушы кәсіпкерлердің денсаулық сақтау министрлігіне таққан арыз шағымдары мен несиелерімізді төлей алмадық деген сөздеріне сенген сенаторлар темекі өнеркәсібінің болашағына қатты алаңдағаны соншалық мәжіліс шешімін жоққа шығарып, вейп туралы өзгертулерді қайта қарамақ. Сенатор Бекболат Орынбеков вейптерді таңбалау мәселесін талқылауға темекі лоббиіне қатысы барларды шақырды. Ал дәрігерлер мен ата-аналар бұл талқылауға неге қатыспайды? Сенатор Орынбековты оның әріптестері Нұрия Ниязова, Серік Өтешев пен Бекбол Орынбасаров қолдап отыр. Олар бір ауыздан вейптерге тыйым салудың орнына оларды таңбалау қажет дегенді алға тартады. Бұл вейп қауымдастықтардың ұсынысы. Алайда сенаторлар заң онсыз да өнімді таңбалауға міндеттейтінін жасырып отыр. Тек вейп индустриясы бұл заңға бағынбайды. Сондай-ақ депутаттар вейптерді ірі темекі компаниялары шығаратынын айтпай отыр. Сол себепті олардың вейптерге тыйым салу темекі өндірісінің лоббиі деген сөзі шындыққа жанаспайды. Бұл екі бизнесті де сақтап қалысы келетін темекі өндірушілердің айла шарғысы. Халықтың мұңын ойлаған бірде-бір адал сенатор бірнеше айдың ішінде жасөспірімдерді никотин нашақорына айналдыратын қауіпті өнімді нарықта қалдыруға тырыспайды. Яғни бұл жерде депутаттардың да өз мүддесі бар. Жақында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы көзге бірден түсетін қораптар мен сауатты жарнаманың ықпалымен 13 жасар балалар алдымен вейп тартса, одан кейін біртіндеп темекіге де көшетіні жайлы маңызды мәлімдеме жасады. Біз өз балаларының болашағына алаңдаған ата-анамыз. Біз сенатта Орынбеков пен темекі өндіруші компаниялардың айласына көнбеуге және вейптерді заңдастыруға жол бермеуге шақырамыз. Бұл вейп эпидемиясын кеш болмай тұрғанда тоқтату керек. Өйткені оның зардаптары өте қорқынышты.